Саламатсыздар ма балалар, математика пәні 63-64 сабақ. Төмендегі сандарды пайдаланып, мәні 90-ға тең болатындай қосындылар құр. Бізге берілген сандар 60, 40, 50, 20, 30, 70. Ал енді 90-ға тең болатын амалдарды қарастырамыз. 60-қа 30-дың қосындысы 90, 40-қа 50-дің қосындысы 90, 20-ға 70-дің қосындысы 90. Екінші есеп мысалдарды баған түрінде жазып шығар. 37-ге 53-тің қосындысы 90, 90-нан 43-тің айырмасы 47, 27-ге 36-тың қосындысы 63, 62-ден 35-тің айырмасы 27. 47-ге 53-тің қосындысы 100, 84-ден 36-тың айырмасы 48, 54-ге 46-ның қосындысы 100, 100-ден 47-нің айырмасы 53-ге тең. Екі таңбалы сандарды пайдаланып екі қосынды жаз. Сонда осы сандардың бірліктерін қосқанда 10, ондықтарын қосқанда 7 шығады. Бірліктерін қосқанда 10, ондықтарын қосқанда 7 шығатын болсын дейді. Ал енді шығарып көрейік. Қосындылардың мәнін тап дейді. 36-ға 34-тің қосындысы 70. Қосындылар бірліктерінің қосындылары 10 шықты. Ал ондықтарының қосындысы 7 шықты. 33-ке 37-тің қосындысы да 70. Бірліктерін қосқанда 10 шықты. Ондықтарын қосқанда 7 шықты. Төртінші сандарды салыстыр. 75 артық 74-тен, 8 ондық 33 бірлік артық 6 ондық 9 бірліктен, 700 артық 400-ден, 70 артық 40-тан, 8 ондық артық 6 ондықтан, 500-дік кем 600-діктен. Сенде 200 теңгелік 4 монета және 100 теңгелік 9 монета бар. 900 теңгеге зат сатып алу үшін төлем жасаудың түрлі нұсқаларын кестесін құр. Ал төлем жасаудың нұсқаларын қарастырамыз. 100 теңгелік монетадан 9 болса, бізде 900 болады. 200 теңгелік монетадан 3 болса 600 және 100 теңгелік монетадан 3 болса 300. 600-ге 300-дің қосындысы 900 болады. 200 теңгелік монетадан 2 400 және 5 500. 400-ге 500-дің қосындысы 900. 200 монеталыдан 1 100 теңгелік монетадан 7, яғни бұл да 900 болады екен. Алтыншы есеп 500 сантиметр көрсетілген өлшем бірліктерінде түрлендір дейді. 500 сантиметр неше метрге тең? 500 сантиметр 5 метрге тең, 6 метр 3 дециметр тең 63 дециметрге, 35 сантиметр тең 3 дециметр 5 сантиметрге, 2 дециметр 4 сантиметр тең 24 сантиметрге. 7. Берілген заңдылықты сақтай отырып, екі таңбалы сандар тізбегін жалғастырып жаз. Бізде қандай сандар берілді? 11, 12, 22, 23, 33. Ағарай жалғастырып көрдік. 34, 44, 45, 55. 56, 66, 67, 77, 78, 88, 89, 99. Келесі біздегі есеп. Мысалдарды шығар. 84-тен 24-тің айырмасы 60, 60-қа 36-тың қосындысы 96. 600-ден 200-дің айырмасы 400, 400-ге 400-дің қосындысы 800. 73-ке 27-ның қосындысы 100. 68-ге 12-ның қосындысы 80. 100-ден 80-ның айырмасы 20. 100-ден 20-ның айырмасы 80. 50-ге 30-дың қосындысы 80. 80-ден 80-ның айырмасы 0-ге тең болады. Ал балалар бізде 9-шы есеп. Есептерді шығар. Дүкенге 78 компьютер әкелінді, оның 39 сатылды. Дүкенде неше компьютер қалды? Алды. Шартын жазамыз. Әкелінді 78 компьютер, сатылды 39 компьютер, қалды неше компьютер? Сатылды дейді, барлығы белгілі. Сатылды дейді және қалды дейді. Егер сатылды десе, онда ол компьютерлерді дүкеннен алып кетті. Онда біз азайтамыз. 78-ден 39-дың айырмасы 39-ға тең. Яғни дүкенде 39 компьютер қалды.
нұсқасында бүйтеді. Дүкенге 78 компьютер әкелінді. Оның 39-ы сатылды. Және тағы 26 компьютер әкелінді дейді. Дүкенде енді неше компьютер болды дейді. Әкелінді 28, яғни 26, иә? Тағы да әкелінді деп тұр. Екеуін жазамыз. Сатылды 39. Болды неше компьютер? Ендеше біз не істейміз? 78-ден 39-ды азайтамыз. Бізде 39 компьютер. Енді тағы да әкелінді дейді. Қараймыз неше? Тағы да әкелінді дейді 26 компьютер. Бұнда қосамыз. 39-ға 26-ның қосынсы 65-ке тең. Дүкенде 65 компьютер болды. Келесі. Мәндерін тауып, оларды рим цифрымен жаз дейді. 12-ден 8-дің айырмасы 12-ден 8-дің айырмасы 4-ке тең. 10-ға 2-ның қосындысы 12-ке тең. 20-дан 10-ның айырмасы 10-ға тең. 11-ден 7-ның айырмасы 4-ке тең. 11-ден 9-ның айырмасы 2-ке тең. 10-нан 4-дің айырмасы 6-ға тең. Рим цифрларымен берілген амалдарды орындадық, балалар. Келесі қараймыз. Сағаттың қай уақыт көрсетіп тұрғанын жаз дейді. Қазіргі уақыттың берілген екен, уақыттың өзгеру берген нәтижесін табыңдар. 12 сағат 10 минут қазіргі уақытты, уақыт 30 минуттан кейін қай уақыт болады дейді. 12 сағат 10 минут, 30 минуттан кейін 12 сағат 40 минут болады, иә? 10 сағат 12 минут, 2 сағаттан кейін 12 сағат 12 минут болады. 6 сағат 47 минут, 13 минуттан кейін 7 сағат болады. 1 сағат 49 минут, 3 сағат 6 минуттан кейін 4 сағат 55 минут болады. Бізде 60 минут 1 сағатқа тең, балалар. Енді қараймыз. 12-ші тапсырма, 12-ші есеп. Суреттегі жиынға қара. Геометриялық фигураларды түстеріне қарай топта неше жиын шықты? Осы жиындарды және олардың элементтерін ата. Әр жиында неше элементтер бар? 3 жиын қарастырайық, балалар. А жиыны қызыл үшбұрыштар жиыны, Б жиыны көк үшбұрыштар жиыны деп алайық. С жасыл үшбұрыштар жиыны деп алайық. 3 жиын шықты бізде. А жиында 2 элемент бар, 2 қызыл үшбұрыш бар. Б жиында 2 элемент бар, 2 көк үшбұрыш бар. С жиында 2 элемент бар, 2 жасыл үшбұрыш бар. Яғни 3 жиында да әр жиында 2 элементтен бар екен. Пікірлер ақиқат па әлде жалған ба? А нұсқасына қараймыз. 8 саны 9-дан артық. 8 саны 9-дан кем. Бұл жалған пікір. 16 саны 20 санынан кем. Ақиқат. 14 саны 15 санынан кем. Ақиқат. 17 саны 19 санынан артық. Жалған. 17 саны 19 санынан кем екен, балалар. Келесі. Төмендегі сандарды пайдаланып, 2 жиын құрсында бірінші жиындағы сандардың қосындысының мәні екінші жиындағы сандардың қосындысының мәніне тең болатын болсын дейді. Енді қараймыз. А жиыны және Б жиыны деп алайық. А жиында 8, А жиына тиісті 8, 5, 1. Б жиына тиісті 2, 3, 9. Енді қосамыз. 8-ге 1-дің қосындысы 9, 9-ға 5-дің қосындысы 14. Бұл А жиындағы сандардың қосындысы. Енді Б жиындағы сандардың қосындысы. 2-ге 3-дің қосындысы 5, 5-ге 9-ның қосындысы 14. Яғни 14 тең 14. Берілген тапсырманы орындадық. 2 жиындағы сандар, шыққан сандардың қосындысының мәні тең болды. Келесі, балалар жалаушаларды әр түрлі түспен дайындады. Балалар жалаушаларды әр түрлі түспен дайындады. Алдымен сары түске, содан соң қызыл, көк және жасыл түстерге бояды. Егер олар бояуды осындай ретпен жалғастырса, 15-ші жалаушаны қандай түспен бояды? Ал енді қараймыз. Бізге айтты, сары деді, қызыл деді, көк деді, жасыл деді. Осыны жалғастырып көреміз. Сары, қызыл, көк, жасыл. Сары, қызыл, көк, жасыл. Сары, қызыл, көк, 15 көкке кеп берілді. Жауабы 15 жалаушаны көк түспен бояйды екен.
Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмаш үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.